Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңарқа аудандық тарихи-өлкетану музейі Ұлы Отан соғыс ардагері, тарих пәні мұғалімі болған Далбай Ізтілеуов негізін салған. Сол кісінің бастамасымен 1960 жылдары ауданның түпкір-түпкірінен жәдігерлер жинала бастады. 1984 жылы 7 шілде күні Сәкен Сейфуллиннің 90 жылдығына орай музей ресми түрде ашылады. Бірақ Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін музейдің қарқынды дамуы өз бастауын алады. Алғашқыда музей Жаңарқа аудандық мәдени-сауық орталығының қарамағында болады. 2004 жылы ауданымыздың 75 жылдығы мен сұңқар ақын Сәкен Сейфуллиннің 110 жылдығына орай музейге жеке ғимарат беріледі. 2008 жылдан бастап Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының қарамағына ауысады. Музейдің қоры жылда тарихи маңызы бар жәдігерлермен толықтырылып отырады. Қазіргі уақытта музей қорында 3300 жәдігер сақталған. Музей 4 залдан тұрады. Көне заман тарихы, Сәкен Сейфуллин өмірі және шығармашылығы, Жаңарқа тарихы және этнография залы. Музейдің жалпы ауданы 301,1 шаршы метр. Оның 230,5 шаршы метрін экспозициялық көрме залдары құрайды. Ақиық ақын Сәкен Сейфуллин ұстаған заттары, Ақтау бекінісінің жаңғыртылып жасалған макеті, 1970 жылы Канадада көрмеде болған құнды жәдігерлеріміздің бірі Бибіғайша Халила қызы 16 жыл бойы тіккен түс киізі. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне арналған бұрышта аталарымыз соғыста ұстаған заттары музей экспозициясында өз орындарын тапқан. Музейіміздің жеткен жетістіктеріне келетін болсақ, түрлі облыстық, аудандық деңгейдегі марапаттарға ие болған. Ал қызметкерлері жылда кәсіби деңгейлерін жетілдіру мақсатында біліктіліктерін арттырып, музейдің қызметінің дамуына өз үлестерін қосып отырады. Жаңарқа елінің, жерінің, тарихын жан-жақты зерттеп, елдің тіршілігіне байланысты қолөнер дүниеліктерін, түрлі заттарды жинап, сақтау, ел игілігіне, болашақ ұрпаққа үлгі өнеге ретінде көрсету музейдің басты мақсаты болып табылады. Ұлы адамдар өмірін, олардың әдебиет пен мәдениетте қалдырған іздерін, шексіз ерліктерін, данышпандықтарын жұртқа жария ету мақсатында музей түрлі іс-шаралар ұйымдастырып отырады. Музейіміз халықаралық, облыстық деңгейдегі түрлі фестивальдерге, конференцияларға және де тақырыптық жылжымалы көрмелерге қатысып, музей ісінің дамуына өз үлестерін қосады.